жараткан иенин билмегендиктен ішіп жүргенде ұйқыдан тұрсам, мәйттің арасында ұйықтап қалыптым. Құдайдың жолына түсу керек деп. Бірақ қалай түсетінін білген жоқпын. Армысыз ардақты ағайын, отбасыңызға амандық пен тыныштық болсын. Бүгін біздің хабарымыздың қонағы ағамыз, Орал өңірінің тумасы Жолдас ағамыз келіп отыр. Осы Жолдас ағамызға бүгінгі сұрақтарымызды жолдасақ, ол кісінің өмірінде болған ғажайыптар туралы, өмірінде болған өзгерістер туралы білсек. Жолдас аға, Иса жолына бет бұрғаныңызға дейін қалай өмір сүрдіңіз? Кімге сендіңіз? Құдайға сенім туралы қандай ойда болдыңыз? Исаға дейінгі өмірім өте жаратқан иенің несін білмегендіктен көп адасып жүрдім. Ештеңені білген жоқпын, вообще абсолютно. Өйткені ішімдікке салындым, неше түрлі бақсы, жаңағы нелердің ортасында болдым. Мен бір күні ішіп жүргенде ұйқыдан тұрсам, мәйттің арасында ұйықтап қалыптым. Үйде тұрмын. Енді тұрып қараймын. Ат жүрмейді, не жүрмейді деп алдына барсам, ана белбеуі неге оратып қалған екен тасқа. Соған тұрып, сол жерден қайтадан атты туарып, оны бөлек шығарып, арбаны бөлек шығарып, содан кейін келе жатсам, арбаның үстінде ұйықтап қалғам, тағы да шалқамнан. Күн ысып тұр ғой, жаздың күні. Бір мезгілде өзімнің бастығым кездесіп қалды. Сол келіп маған айтты, саған не болды? Сосын мен бастығымнан жасырған жоқпын, шынымды айттым, осылай. Онда саған тәуелшілікке бару керек. Құдайдың жолына түсу керек. Бірақ қалай түсетінін білген жоқ. Кімге баратынымды білген жоқ. Не істерімді білген жоқ. Үйге келдім. Жаңа кісінің айтқан сөзі маған не болды. Бір мезгілде жатсам, түс көрдім. Сол түсімде аян берген бір әйел адам келді маған. Ең бірінші. Кім екенін білмеймін бір. Оказывается, мен Құдайдың жолына келген уақытында жарым үлкен ақылға келдім. Қайта саған. Көрдіңіз бе? Ол сол кезде Исаға сенген, бірақ маған айтпаған. Неге сен бәден айтса нетіп қалама деп, ол кезде мен қатты ішіп жүрмін ғой. Бір жағына, тоқтамастан. Күнде жаңағыдай. Өте жұмысында монтажный управлениеде істеп жүрдім. Бұлай жұмысым жаман емес. Бірақ ішпеймін деп кетем, әбетке дейін төзем, әбеттен кейін тағы ішіп қоямын. Сонымен күнде үйге жаңағыдай әлсіреумен келемін. Соған бір күні келгенде, вообще қалай келгенімді білмеймін. Киімім жоқ үстімде. Тек қана іш киімім бар, басқа дымда жоқ. Үйдің қасына келіп, падиедің алдан алмакен деп айқайлап тұр. Бір мезгілде ол шықты, маған дымда деген жоқ. Қолымнан жетелеп итеретті. Үйге алып келді. Сол ұйықтадым, сол ұйықтағанда как раз тағы да түс көрдім. Сол кездерде менің жарым Исаны қабылдап сонда барып жүр екен. Ол маған айтуға yorып жүр екен, қорқып. Көрдіңіз бе мен? Сосын маған айтты. Сені құтқаратын біреу бар деп. Ең бірінші айтқаны маған, сені құтқаратын мына азаптан біреу бар деп. Ана сөзді мен естідім. Естігеннен кейін 3 күн ойландым. Мен іздейтін кім? Мен жайында ойлайтын кім? Мен үшін жауап беретін кім деп. Осы 3 сұрақ менің мазамның кәдімгі жеп болды. Сол күні жұмысқа келдім таңертең. Ерте келдім сол күні. Неге екенін білмеймін. Құдайдың құдіреті болар енді, ол жағын білмеймін. Іздеп жүргенмін ғой сол кезде. Бірақ әлі сөзді дұрыстап естіген жоқ. Біздің бригадада постоянно келгенде 6 адам, 6-ымызды ішеміз. Біздің бөлкеде ешқандай свободный жоқ. Есті ашып болып қалғанда, уже холодильник тұрады, холодильник іші толған арақ қой. Соңына келгеннен кейін мен араққа қарай алған жоқ.
неге қарай алмағанымды білмеймін. Тек табалдырыққа барып отыра бердім қайта. Бірден жаңағыдай арақтың тоқтай алған жоқпын. Соны ішіп кеттім. Сосын кешкетте қайта келдім. Кешкетте үйге қарай келе жатырғанда, уже Ұлмекеннің манағы айтқан сөздерінен қорқатын болдым. Маған қорқыныш келді. Какой-то бір, білмеймін неге екенін. Не себепті мен онан қорықтым? Өйткені оның жан дүниесінде еміз болды. Мен әкеліп сонан қорқамын. Мен оны білген жоқпын. Менен қорқамын, қалай қорқамын? Менде мынандай не болды? Енді мен арақты қояйын. Қоймасам болмайды екен. Иса жолына қарсы болған жоқсыз? Жоқ, оған мен қарсы болған жоқпын, вообще. Наоборот, ол Исаның неткеннен кейін мен аузым жабылып қалды. Бұрынғыдай сөйлей берген жоқпын мен. Аузым жабылып қалды. Вообще, капитаны как будто біреу не салып қойғандай. Үндеген жоқпын. Бұл кетеді. Мен отырамын күтіп. Сосын келгеннен кейін сұрайтын болдым. Сен қайда барып келдің? Сосын ол маған айтты. Мені бір қыздар шақырып еді. Сол қыздардың үйінде болдым. Осылай. Естігеннен кейін мен өзіме сұрақ қойдым. Мыналар Исаны біледі, Құдайды біледі. Мен не қылып жүрмін? Мен далада не қылып жүрмін? Мен мыналардан қай жерім кем? Олар барлық жан тәніменен маған жақсы болсын деп айтып жатыр. Мен оларды неге тыңдамаймын? Менен кім қарсы асып тұр деп, өзім сұрақ қойып, жерге қарай қарсы жүрдім. Сосын отырында тағы да ойға кірдім. Ой, ана Ұлмекен Исаны қайдан біледі? Сол жайында маған айтты ғой. Ол жаратқан ең сен іздеп жүр. Сен тауып алген бүгіннен бір. Давай ертең қауымға келген. Әдірсен бер, разым. Таңертең тұрып, қауымға қарай бет алып келе жатыр еді. Білмейді, барың білмейді. Алдында дүкенге көрдім. Дүкенге көрдім де ара қалған жоқпын, бірақ бір пачка темекі. Енді әлгі темекені тартайын десем, жүрмейді ғой. Спичка тұтам, спичка сөніп қалды. Сол темекі ақыры тартылмай қойды. Сосын бұрылдым да жайлап, осылай не айтып жатыр, немен еркі шақырып жатыр деп қолымға келді. Ішке кірсем, сөз орысша айтылады. Мен орысша ол кезде жоқпын. Сосын көлемен айқайласты. Сен немені шоқыратын жерге алып келдің ба? Неге алып келдің ба? Неге қазақша айтпайсың? Қазақша мен айтамын дейді. Егер мына орысша айтылған түсінбей жатсам, қазір соның айтқандар мен саған отырайын деп. Ішке кірейін, ішке бармайын деп. Ішінде бір қазақты көрейін, пожалуйста кіремін деп. Сенен басқа мен қазақты көріп тұрған жоқпын. Қазақтар бар екен. Ылғи өзінің құрдасым шықты ең қазаққа. Сосын соның баласы шықты. Бір мезгілде үйіне көре алып келді. Сосын аға дейді. Амансыз. Сізде өте Құдай сүйеді дейді. Қайда Құдай дейді. Тағы шошып кеттім. Құдай десе де шошып бердім қайта. Жаңағыда білмей тұрмын ғой. Сосын жарайды, онда мен сіз үшін ең өлі не бата сұрайын дейді. Ол кісі дұрыстап айтты деді. Гөледен гөрі баласы маған айтты. Мен сіз үшін онда жаратқан еден бата сұрайын деді. Сосын сыйынды, қазақша сыйынды. Сол сыйынғаннан кейін сол сөздер маған жан денеме кірді ғой. Маған өте сол жақсы болды. Менде сұрақтауым көп болды. Жұмыс қалды. Жұмысқа барған жоқпын. 3 күн барған жоқпын. Сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері жұмыс жоқ. Мен мұнда Құдайдың үйіне келіп, Құдай жайында естіп жатыр. Үйге келдім, демалысқа. Таңертең ойлап жатыр. Мен бәнешіне қиынадым. Кеше 3 күнім қайда кетіп қалды. Өзім главный бухгалтерға барып былай деді. Апа деді, сіз мені кешіріңіз.
кеше мен 4 күн 3-4 күн жіберіп қойдым. Соның несіне больницаға бара алмай, Исаның несін тыңдайын деп, мен жұмыстан қалып қойдым. Мен сол үйде 3 күн қондым. Сонан кейін барып, сосын сізге келіп, осы анаға айтқан, естігенді мен бірінші сізге естетіп тұрдым деп айттым ғой. Ол жақсы ол. 3 күн екеуі деп. Бәрі. Жағаға менің бұқалтырым қонғанын көрсем. Өйткені ең бірінші арақты қойған мен екен. Сол күннен бастап. Бригадеде. Ойбай жолы жақсы. Ең сенің жұмысың алға баса. Осы неңнен қалма деп. Главный бұқалтырым айтқаным сол. Исаны мен қалай қабылдадым? Оны жүрегіммен қабылдадым. Ойсанамамен емес, мына сазасадыммен емес, жүрегіммен қабылдадым. Өйткені 3 күн бойы Иса жайында айтқанда, как будто мен бір неге барып келгендей болдым. Өзінің көлігін айтты бауырым. Осыны мына келе жазбадан кейбір сөздерді түсіндіріп айттым. Мен Исаны бірінші құтқарушым деп қабылдадым. Менің Исаның қабылдағаннан кейін тыныштықтың нағыз тыныштығы келді. Ең біріншісі тыныштық, мазасыз кетті. Мазасыз ойлардан арылды. Мазасыз ойлардан арылды. Тыныштықтың көкесі менің ұйқым тәтті болды. Өйткені түнде тұрып кетеді едім. Түнде тұрмайды. Темекі вообще жүрмей қалды. Қалай мен қойып кеттім? Өйткені жан дүниеме еміміздің өзі не берді. Мына бригада келгенде араққа құяды ғой, бәрі ішіп отыр ғой. Столда. Сонда мен мына араққа қарай алған жоқпын. Сол күннен бастап ішімдік менен кетті ғой. Бір күш келді, қуат кетті. Өйткені мен ит секілді андай есіктің алдына барып отырып, мыналар қашан жұмысқа шығады. Енді Исаны қабылдағаннан кейін мені туысқандарым бәрі қатты қуанды. Қатты қуанды? Өйткені мен арақ ішпеймін, жаман сөздер айтпаймын, немен ілесіп кетпеймін, кететіндермен. Үйдегілер таң қалды. Мынау не бар? Бақса бірдеңе қараттың ба деп мүмкін өзі айтып береді ғой деді. Өйткені Иса адам баласы үшін өзінің жанын құрбан етті. Оған сенген адам мәңгілік өмір сүреді. Мен сияқты сіздердің де өмірлеріңіз өзгереді. Өйткені мені өзгерткен де осы күнге дейін жетелеп келе жатырған да оның өзі. Оның өзі болмаса біз не істер едік. Сондықтан еміз бәрімізді жаратқан Исамыз жарылқайды. Исаның жарылқауына да қол астында бола бергенімізге біз қуанамыз. Қымбатты ағайын, бүгінгі Жолдас ағамен сұхбаттан алған нәрсеміз ол кісінің өмірін Құдайдың өзгерткені. Ол кезде ғана сол кісінің өмірін ғана өзгертіп қойған жоқ. Сонымен қатар күнделікті өмірімізде әр қайсымыздың да өмірімізді өзгерте алады. Иса айтқан, жол шындық, шынайы өмір менмін деп. Мен арқылы болмаса, Құдайға ешкім келе алмайды. Сондықтан Құдайдың жолына бет бұрыңыздар. Құдай сіздерді сүйеді және сіздерді бүгін де құтқарғысы келеді. Бүгін де сол 31 жыл арақтың, алкогольдің құлы болып жүрген адамды қалай өзгерткендей сізді де өзгерте алады бауырым.